Сөз дегеніміз не? Сөз белгілі бір мағынасы бар, дыбыстан құралған, заттар мен құбылыстардың атауын, қимылын, сапасын, санын білдіретін тілдік бірлік. Сөздің негізгі белгілері: дыбыстан құралады, белгілі бір мағынасы, ойды білдіреді, сөйлем құрауға қатысады. Мысалы, кітап, заттың атауы, оқиды, қимылды білдіреді. Жасыл, заттың түсі, сапасын білдіреді. Сөз не үшін қажет? Сөз арқылы адамдар бір-бірімен сөйлеседі, ой бөліседі, ақпарат жеткізеді. Сөзсіз сөйлеу мүмкін емес. Қысқаша анықтама: сөз дыбыстардан құралған, мағынасы бар, заттар мен құбылыстарды атауға қызмет ететін тілдік бірлік. Сөз тіркесі кемінде екі сөзден құралып, бір ғана мағына беретін, құрамындағы сөздері бір-бірімен грамматикалық және мағыналық байланыста айтылатын тілдік бірлік. Сөз тіркесінің басты ерекшеліктері: ең аз дегенде екі сөзден тұрады. Бір сөз бас сөз, екіншісі бағыныңқы сөз болады. Сөздер бір-біріне бағына байланысады. Бір сұрақ қою арқылы байланысы анықталады. Сөйлем емес, бірақ сөйлем құрауға негіз болады. Мысалы, әдемі көйлек, биік тау, 5 алма, үлкен қала, көк аспан. Сөз тіркесі бір мағынаны білдіретін, өзара байланысты екі немесе одан да көп сөзден құралған бірлік. Сөз тіркесінде міндетті түрде екі сөз болады. Бір сөз негізгі бас сөз, екіншісі бағыныңқы сөз. Олар бір-біріне сұрақ қою арқылы байланысады. Сөйлем дегеніміз не? Сөйлем белгілі бір ойды білдіретін, бір немесе бірнеше сөзден құралып, интонациямен аяқталған тілдік бірлік. Сөйлемнің негізгі белгілері: толық ойды білдіреді, грамматикалық жағынан аяқталған, интонациямен, дауыс ырғағымен айтылады немесе жазылады, бір немесе бірнеше сөзден тұруы мүмкін. Сөйлемнің түрлері: хабарлы сөйлем бір нәрсе жайында хабар береді. Мысалы, мен кітап оқып отырмын. Екінші, сұраулы сөйлем сұрақ білдіреді. Мысалы, сен не істеп жатырсың? Үшінші, лепті сөйлем қуану, ренжу, таңдану сияқты көңіл күй білдіреді. Мысалы, қандай тамаша күн. Төртінші, бұйрықты сөйлем бұйыру, өтіну, тілеу мағынасын білдіреді. Мысалы, кел, бірге ойнайық. Сөйлем белгілі бір ойды білдіретін, грамматикалық жағынан аяқталған тілдік бірлік.